Күріш суының пайдасын білесіз бе? Бұл ежелгі Қытай рецептерлері тәніміздің саулығын сақтайды. Уақыттың өзі тексерген медициналық білім әдеттегі құралдар пайдасын тигізбеген кезде көмектеседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындары да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттармен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Достар, біздің арнаны 72% адамдар тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраудың баса кетіңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен, күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын сонда күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, бұл жазбаны сақтап қойғаныңыз жөн. Ал айтарымыз мынау: мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады. Мұнымен қатар, оның косметикалық қасиеті бар деп жазады Ауырмаңыз газеті. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркел кетіп, майлылық деңгейін азайтады. Ертеде қазіргідей арнайы дайын сусын мен тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Бүгінде жиі айтылатын «бұрынғының балалары мықты болған» деген сөз осындай табиғи ас судың арқасы екені жасырын емес. Ертеректе күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. 1 стакан суға 1 ас қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта су түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. 1 аптаның ішінде оң нәтижесі байқала бастайды. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан шекті тазартып, ағзаны, теріні жақсартып, дайын детокс дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстасаңыз, жасушалар да жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш, айран ботқасын қалауыңызша жей беруіңізге болады. Айтпақшы, күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды сауықтырады. Шекті 1 ас қасық күріш тазалайды. Бұл ем арқылы шегіңіздегі шлактар мен улы заттардан тазартатыныңызға сеніңіз. Біз ұсынғалы отырған бұл рецепт өз нәтижесін берген, кеңінен қолданыста болған танымал әдістер. Бұл ем арқылы шегіңізді шлактар мен улы заттардан тазартатыныңызға сеніңіз. Күріш дөңгелек пішіндегі күрішті аласыз. Жасыңызға сай мөлшерлейміз. Мәселен, жасыңыз 25-те болса, онда 25 ас қасық күрішті ыдысқа салыңыз. Салқын сумен жуу керек. Сосын күрішті бататындай етіп, қайнатылған салқын суға құясыз. Ыдыстың бетін жауып, тоңазытқышқа қойыңыз. Таңертең жейдетілген күріштен 1 ас қасық алып, басқа ыдысқа салыңыз. Үстіне салқын су құйып, газға қоясыз. Баяу отта 5 минут қайнатыңыз. Піскен кезде жей беруге болады. Емді күніне таңғы 7:30-да жүргізу керек. Күрішті ашық қаранға жейсіз. Сонан соң 3 сағатқа дейін ештеңе ішіп жеуге болмайды. Ал тоңазытқыштағы күріштің суын ауыстыруды ұмытпаңыз. Ескеріңіз, күріш ағзадағы тұзды ғана шығарып қоймайды, сонымен қатар калий элементін де жояды. Сондықтан да күрішпен емделуді бастағаннан-ақ тамақтану мәзіріңізге інжір, мейіз, кептірілген өрік, картоп, қалақай мен бал қосылған шайды қосыңыз. Теріңіз тазарады, әрі түсі оңалады, зат алмасу реттеледі, бауырдың жұмысы жақсарады, буын ауруларынан арыласыз, денеңіз жеңілдеп, күш-қуатыңыз артады. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау-саламатта болайық, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге Шипагер арнасы.